Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін сіздермен қозғалатын тақырып өзімізді қалай жақсы көру керек. Біріншіден, неліктен сізде бір нәрсе дұрыс емес деп шештіңіз? Сізге біреу айтты ма, әлде сол адамдардың сіз үшін пікірі маңызды ма? Сіздің өміріңіздегі мұндай адамдардың маңыздылығын азайту керек. Екіншіден, ешкімнің шаруасы жоқ екенін түсініңіз. Тек сіздің пікіріңіз маңызды. Сізде бір ғана өмір бар, және басқалардың пікіріне алаңдаудың қажеті жоқ. Олар сізді бірнеше сағаттан кейін ұмытады, ал сіз оны қалған уақытта есіңізде қалдырасыз. Сонымен қатар комплекстер. Қалай күресуге болады? Өзіңізді қалай жақсы көру керек? Сіз бір парақ қағазды алып, дәл қазір сізде қандай комплекс бар, барлығын жазып шығыңыз. Дәл сіз өзіңіз туралы нені өзгертетін едіңіз? Содан кейін нақты неге деп жауап беріңіз. Сізге шынымен ұнамайтын нәрсе бар. Содан кейін шешімдеріңізді егжей-тегжейлі жазып шығыңыз. Осы немесе басқа комплекспен күресуге көмектесетін әрекеттерді жазыңыз. Көрдіңіз бе? Менің ойымша, сіз неге деген сұраққа жауап берген кезде комплекстеріңіз жойылады. Егер сіз басқа адамдардың пікірлерін, сұлулық стандарттарын және сізге таңылған нәрселерді ескермесеңіз, сіз өзіңіз туралы барлық нәрсені қабылдай аласыз. Бірақ бұл сіздің пікіріңіз болса, онда сіз онымен жұмыс істей аласыз. Міне, бастапқы кезеңде өзіңізді қабылдауға және жақсы көруге көмектесетін бірнеше тармақтар бар. Бірінші, өзіңізді қоршаған ортаны және оның сізге тигізетін әсерін біліңіз. Сізге қандай да бір түрде ренжітетін немесе ренжіте алатын, жағымсыз және сізге зиян келтіретін адамдардан алыстаңыз. Екіншіден, сіздің сыртқы келбетіңіз туралы басқа адамдардың мақұлдауын қажет етпейтінін есте сақтаңыз. Үшіншіден, қателік үшін өзіңізді сөгуді доғарыңыз. Өзіңізді қолдаңыз және тәжірибе жинағаныңызды түсініңіз. Төртіншіден, өміріңіздің салаларын осылай болу керек емес, маған ыңғайлы ма деген ұстаныммен бағалаңыз. Бесіншіден, өзіңізді басқа адамдармен ешқашан салыстырмаңыз. Алтыншы, сізді шабыттандыратын және құрметтейтін адамдармен бірге уақыт өткізіңіз. Мен бір аптада немесе бір айда өзгерту мүмкін емес екенін білемін. Бірақ егер сіз мұны өзіңізді жақсы көру арқылы біртіндеп жасасаңыз, сізді жағымды таңғалдырады.